Arzaktı ağayın. Hayırlı gün, kadirli görünmeyecek. Irma altın kalamızın altın konakları. Armısızlar, önер сүйер қауым. Үш құдық әу бастама өнер кені, жайылған жақсылықпен ел өлкені. Бүгінгі кешімізге қош келдіңіз, Тау Елбайдың талғамбас көрермені. Үш құдық алтын мекен расында, бабалардың баш еткен мұрасында. Қашанда біздің халық кенжемес қой, өлең менен өнер деген шын асылға. Әнемес пе әкелетін көктемді, күн емес пе еске салар өткенді, жолдар менен жаңғырады дәстүрім, өткен күннен санамызда көп белгі. Ассалаумағалейкум. Жыраны халықты тербеткен, ұраны алашты өрлеткен. Қырандай ұрпағы өнерді туып еткен, өнерді сыйлап, өнердегі өрелерін қошеметтеп келген ағайын. Бүгінгі 2018 жыл белсенді кәсіпкерлік, инновациялық идеялар және технологияларды қолдап қуаттау жылына орай ұйымдастырылған өнердің кені үш құдық атты өнер кешті. Қош келдіңіздер! Осы орайда арнайылап айтып өтуіміз керек. Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Миромонович Мирзиёевтің 2017 жыл 7 ақпанда қабылданған елді дамытудың 5 үстем бағыты бойынша 2017-2021 жылдарға арналған әрекеттер стратегиясының 5 бағытын, яғни қауіпсіздікті, ұлтаралық татулық пен діни бауырмалдықты қамтамасыз ету, терең ойланған, өзара мүдделі және үш жүзімдік рухтағы сыртқы саясат жүргізу жұмыстарын жандандыру мақсатында бүгінгі өнер кеші ұйымдастырылып отыр. Расында елбасымыздың халыққа деген қамқорлығының арқасында ел ішінде игілікті істер, жаңашылдық жұмыстардың болып жатқаны көзді қуантады әрине. Тәуелсіздіктің шарапатымен аудандық және облыстық әкімшілігінің қазақ мәдени орталығының қолдап қуаттауымен болып отырған бүгінгі өнер кешінде тасада жүрген таланттарымыз бен еленбей жүрген ерекше қабілетті өнерпаздарымыз өз өнерлерін сіз ағайынға тарту етеді. Тәуелбай өлкесінен Қызылқұм даласынан орын тепкен Үшқұдық қаламыз 1958 жылы құрылған. Алтын, уран, мәрмәр тас, тағы басқа пайдалы қазбаларымен қоса өнер мен өлеңнің өлкесі асыл мұраларымыздың бай кені. Бүгінде көрсе көз тоймайтын әсем қаламыздың кеше мен бүгіні жайлы бейнероликті экраннан тамашалаңыздар. Юрий Энтиннің сөзіне жазылған Фарух Закировтың ана Үшқұдық. Сахнада Бауыржан Болатов және Қайрат Ахметов. Қошеметпен құттықтаймыз. Скажи, караванщик, когда же вода? Ушкуду и колодца. Защити нас от солнца. И пустынь спасительный круг. Ушкуду
защити нас от солнца. И пусти спасительный круг учту. До первой жизни таинственный страж, а может быть это лишь только мираж, а может быть это усталость и бред, не вид уж духа, спасения нет. Уж приколоться, защити нас от солнца. И пусти спасительный круг уж придался. Защити нас от солнца. И пусти спасительный круг расскажет старик, как город красавец в пустыне возник. В картине неба взметнулись дома, и как удивилась природа сама. Уж прикололся, защити нас от солнца. И пусти спасительный круг прикололся. Защити нас от солнца. И пусти спасительный круг защити нас от солнца. И пусти спасительный круг приколоться. Пустоте светит солнце. И пусти спасительный круг Талғамы мол көрерменім қарсы алсын, өнеріне өрендердің тамсансын, ұлт рухын, ел мүддесін көтерер, алдарыңызда Аққанат тобы ән салсын. Батырхан Сәрсенханның сөзіне жазылған Әлімбай Ботақараевтың әні «Бабалар рухы». Сахнада Аққанат триосы қарсы алыңыздар.
сөздің класы ол термесі. Нұсқалы сөз тізбегіндей төгілсін, жыр төккенде домбырамның пердесі. Ақын Өмірзақ Қожамұраттың сөзіне жазылған керемет Тамдыбұлақ тербесіне береміз. Орындайтын Жүзқұдық ауылының өнерпазы Тәңірберген Ақынов. Қошеметтер тасталыңыздар. Бүгінгі концерттік бағдарламамызда туған қаламыздың талантты жастарының қаламынан туған төл әндерімізде орын алады. Солардың бірі әні мен сөзін Қайрат Ахметов жазған Ерлер аты әні, сахнада Сұлтан Рысмахамбетов.
сап ауасы тынысы елдер аға менің әулие елі жерім мақтан етем сенің атыңдай елдер аға мақтанышым сен менің туып өскен жерлерім сән беріп тұр ауылыма қасиетті ерлерім елдер аға менің әулие елі жерім мақтан етем сенің атыңдай елдер аға мақтан етем сенің атыңдай елдер аға Атыңнан айналайын халық әні, жүрегімде келесің жаны бәлі. Жолдар салып араға ескірмейтін, естен берді жүрегім сағынады. Иә, олай болса Гүлдана кезекті ескі де есті әндерге барайық. Бүгінгі біздің көрермендеріміздің көңіл күйі қалай екен білейікші. Тамаша. Халық әні Жайдарман, сахнада Гүлнұр Құрақбаева және Шерзод Калилаев, бейінде Шадияна би тобы. Қарсы алыңыздар. Joy
келешек кілті жастардың қолында. Жігері күші мен қабілет көзін көрсетіп жүрген жалынды жастар еліміз мәдениеті мен дамуында да өздерінің титтей болса үлестерін қосып келеді. Өмірі өніктен өрілген өскелең ұрпақ қашанда қолдауға лайық, мақтауға тұрарлық. Дұрыс айтасыз, Гүлданам. Ендеше езулеріңізге ерен күлкі үйіріп, көңілдеріңізге керемет әзіл сыйлайтын. Таяуда ғана Қазақстан Республикасының бас қаласы, Астана қаласындағы Қазақстан КВН одағы республикалық жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен 2018 жылға жарасым маусымы жайдарман көңілді тапқырлар ойынына барып, өнер көрсетіп келген жерлес жігіттерімізді ортаға шақырсақ. Сахнада Оян қазақ жайдарман жігіттері. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қош келдіңіздер, қала тұрғындары және қала қонақтары. Сіздермен бірге Оян қазақ жайдарман тобы. Жігіттер, келдер өзіміздің жағымыздан бастайық. Міне, таяуда ғана Алмат үйленді. Жақында ғана балалы болды. Алмат, балаңа кім қойды? Қой байғали, балаң емес қой енді, інім болып келеді ғой. Іні? Қалай іні болып қой? Қазақ адам айтпай ма? Нақты қайсы адам айтады? Қазақ адам айтады ғой. Тұңғыш берсек, ата әжесінікі, ата әжесіне береміз дейміз. Ата әжесінің баласы мен інім болып келеді ғой дейміз. Бірақ төбеде Құдай көріп тұра кім-кімнің баласы. Камададағы Тимурлан да үйленіп жатыр. Тимур? Молодец, Тимурлан. Uylanış çok ki. İşten çarşaf gelirsen hotayın var ki avluda açmışım ki. Kimlerin yok be. Mağaza çok iyi uylanış. Uylan ile. Muhan, ya sen ölüm biliyorsun mu? Ya koştum uylan yanında. Allah? Niye oylamıyorsun? Өлең есіме түсіп кетті да. Кеше үйде жаңа інім біріміз ба? Тілі шықпаған, шақалақ, маған қарап өлең айтып тұр ғой. Қандай өлең айтып тұрсың? Анасына айта алмай жатқан, қиналып жатқан баланың әні. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам, бағанағы подгузник толып қалды қайтадан. Жігіттер, сенбеймін да? Жаңа туылған бала, 6 айлық бала, тілі шықпаған болса, қалай сөйлейді? Байғали, баланың тілі бал дейді ғой. Үйлесен деп сөйлесіңдер ғой. Ал ендеше біз үйленуге кеттік! Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, біз бастаймыз. Әр жердің келіндердің сәлем салу салты әртүрлі екен. Сонымен тамашалаймыз ауылдың сәлем салуы. Ол келін айналайын, көп жаста бақытты ұлту айналайын. Ал енді тамашалаймыз қаланың келіндердің сәлем салуы. Сәлем берді қайда? Келін қалың олай, жақсыз бар. Жалғастырамыз. Тек қана шындықты айтатын бала. Міне балам, елімізде барлық жағдайға жасалған балам. Осы келешекте кім болмақшысың? Юрист боласың ба? Бизнесмен боласың ба? Футболист боласың ба? Кім боласың? Әке, мен сантехник болам. Спортсмен жігіттердің кездесуі. انت معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك Қалай, жақсысың ба? Амансың ба? Дорбаң өзіңнен өлген ғой? Залға барып жатырмын ғой, 5 жыл болды. Молодец, жақсы. Мына бүгін көрдің
5 жыл болды жұдауға жатқанма, қарасай туған дәулі берем. Аға. Жаңағы сатқан жемнің сыныпты ауыстырып беріңіз маған. Сен пәлес танып жүрсің ба не? Аға, миотыңыз жаман екен ба, басыңызды ауыстырып беріңіз. 5 жылда мен миот көтесізсін айналайын болса ол. Спортсмен, малайка окейсің. Бронежилеті тесік спецназ. Жалғастырамыз, ақымақ ұрылар. Атыңдар бұл тұнау! Сонымен тамашалаймыз, біздің Мұхаммад Россияда. Извините, братан, извините, время скажите, пожалуйста. Чё? Время. Чё? Time. Чё? Time. Время? Вот, да. Вот, 5 dakika oldu. Чё? По-русски скажите, пожалуйста. По-русски. 5 минут подожди. Чё будет? 6 минут. Мына ойынды алдын барлығымыз ойнағанбыз. Ал енді қазіргі уақыттың кезімен. Міне, құрметті қонақтар, өзіміздің тойымыздағы 150-ші қонағымызды анықтап алдық. Сіз кіре беріңіз. Құрметті құдалар, кешіресіздік қайтарыңыз. Өте қызғаншақ сиыр. Біздің қазақта қыз алып қашу деген бар. Ал енді тамашалаймыз. Шырамақ қой, мен шопырмын ғой, маған ашыламай кәсін. Қандасым әлі бақыт болып кетесің. Күйеу жігіт жақсы адам, бақыт болып кетесің. Қой, қандасым жылай берсең, ең апат түсе ғой. Біздің жайдарманшылар смоляк пісіруде, көреміз. Білет, алғыс құтты olsun. Келін смолак істейік. Келін, қане болса. Смолак бөліпті. Точно сәңіз, тош. Мұхаммад, тасты деген бір түнде тілек айтпастамайым адамның. Ойба, тілек айту керек па? Әлімжан, өзің баста кел. Өзім бастап берейін, мәшін алайын. Жақсы. Сені неге жұмысқа кетті дейін, Мен iPhone X алайын, ойынан шыққан. Мен қояк, ташыған тошымды алайын. Жоғары оқу орнына оқуға түсіп кетейін. Мұны кирпич төппеді алған. Тасыңыз денеңізге жараса болып кетті ғой. Тасқа сай ниетті үлкен ғой. Халқын ойлап жүрген, халқым деп жүрген елбасымыз аман болсын. Балаларым деп жүрген ата-аналарымыз өмірі ұзақ болсын. Тыңда қызыға. 100% нақ деп пенсионерлеріміз. Голд Ситиде шықпай жүрген қарттарымыздың өмірі ұзақ болсын. Төгіле берсе, ең басты мемлекетіміз тыныш болсын. Сіздермен болған 5 минут тегін күлкі сыйлап, ата-анасының ақшасына жүрген Оян Қазақ КВН командасы. Құлақтарыңызға алтын сырға. Рахмет. Рахмет. Спасибо! Спасибо!